Саламатсыздармы оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастайық. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын экранда не көріп тұрмыз? Сол сұрақтарға жауап берейік. Суреттерде не бейнеленген, балалар? Және бұларды бұрын көргенсіздер ме? Бұлар бізге не үшін қажет? Иә, дұрыс айтасыздар. Бұл қазақ халқының бұрынғы ақшалары, ең алғашқы ақшалары. Оларда қазақ халқының еңбегі сіңген ғұламалары бейнеленген. Яғни Абай Құнанбаев, Төле би, Әйтейп Кебе, Шоқан Уәлиханов, Абылай хан сияқты өте білімді ғұламалар бейнеленген. Ақша бізге не үшін қажет, балалар? Ақша, яғни бір затты сатып алу немесе сату мақсатында қолданылатын құрал, иә? Жақсы. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәуелсіздік символы ұлттық теңге. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын түсініп, дұрыс-бұрыс ақпаратты анықтайсыздар, сөздерге тиісті қосымшаларды орынды жалғайсыздар. Ендеше балалар, сабақтың жаңа сөздерімен таныс болайық. Шыққан жылы, бейне, төл теңге, өңір, мерейтой, арнайы, ерекше, енгізу, жарлық. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып, жаттап аламыз. Записываем новые слова в словарный тетрадь и выучим. Теперь тыңдалым, мәтінді мұқият тыңда. Үшінші тапсырма, 30-ші бет. Следите за текстом и слушаем внимательно. 1992 жылы 12 қарашада еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасында валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Ескі ақшаны ұлттық теңгеге айырбастау 15 қарашадан басталып, 20 қараша күні аяқталды. 1 теңге 500 сомға бекітілді. Ұлттық валютаны теңге 100-ден 1 бөлігін тиын деп атайды. Ұлттық теңгені жасауға 2 жылдай уақыт кетті. Теңгенің бірінші бетіне қазақ халқының ұлы ғұламалары, тұлғалары бейнеленді. Қазақ валютасының жобасын жасаған суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Айлин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла Әбжәлелов. Алғашқы ұлттық валютамыз Англияда, алғашқы тиындар Германияда жасалды. Теңгені елге 4 Ил-76 ұшақтармен әкелді. Ұшақтар Альбион еліне 18 рет қатынады. Төл теңгеміздің алғашқы партияларын сақтау үшін арнайы жерасты қоймалары дайындалды. Осы қоймалардан ұлттық теңгеміз еліміздің барлық өңіріндегі банктерге 8 күн ішінде жеткізілді. Ұлттық валютада елдің өткені, бүгіні және болашағы бейнеленеді. Теперь перевод текста. Я вам перевод текста предоставила. Сами можете самостоятельно прочитать. Енді балалар, приступим к выполнению заданий. Айтылым тапсырмасы, 4-ші тапсырма, 31-ші бет. Мәтінге сүйеніп, ақпараттың дұрыс не бұрыстығын тексер. 4-е задание из 31-й страницы. Опираясь на текст, определите правильность, неправильность информации. Дескриптор. Толық дұрыс жауап 5 балл. Полный правильный ответ 5 балл. Келесі тапсырма жазылым, письменное задание. 6-ші тапсырма, 31-ші бет. Тиісті қосымшаларды жалғап, сөйлемдерді көшіріп жаз. Вместо многоточия вы должны будете добавить окончание, нужное окончание, и должны выписать весь текст в полное предложение. Дескриптор. Тиісті қосымшаларды дұрыс табады, қатесіз жазады, каллиграфияны сақтаймыз, мәтінді боямай таза көшіреміз. Барлығы 5 балл. Және қосымша тағы тапсырма, жазылым тапсырма, 9-ші тапсырма, 32-ші бет. Дополните предложение, то есть вы будете спрягать по личным окончаниям. Мы это как обычно делаем. Я вам показала образец. Мен сатып аламын. А остальные вы самостоятельно. Жақсы балалар, тапсырмалар түсінікті деген ойдамын. Тапсырмаларды орындап ұстазға жіберуді ұмытпаңыздар. Сау болыңдар.